Қайырлы күн. Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің логопедия мамандығының 3-ші курс студенті Бауыржан Сымбат. Менің зерттеу тақырыбым ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс жасауда альтернативті коммуникацияны қолдану ерекшеліктері. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалармен қарым-қатынас жасауда дамытудың көптеген тәсілдері бар. Мысалы, музыкамен сөйлеуді ынталандыру, логаритмика, нейрожаттығулар, артикуляциялық жаттығулар түрлері бар. Тілінде кемістігі бар балалармен түзетушілік жұмыстың басты мақсаты өзара қарым-қатынас жасауға қажеттілігі қалыптастыру. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған немесе тілінде кемістігі бар балалармен жұмыс жасаудың бір тәсілі альтернативті коммуникация болып келеді. Карточкаларды алмастыру арқылы байланыс жүйесі болып табылады. Picture Experience Communication System Лори Фрост пен Энди Бонди аутизм және қосымша бұзылыстары бар балаларды бағытталған және қарым-қатынасқа тез үйретуге болатынын дәлелдеді. PECS жүйесін пайдаланудың негізгі артықшылықтары. PECS негізгі функционалдық коммуникациялық дағдыларды жылдам меңгеруге мүмкіндік беретін бағдарлама. PECS көмегімен сіз балаңыздың заттарын атын, дауысты еліктеу немесе ұлғайған көзқарастарды үйретуден көрі жауапкершілік алуға және сөздерді тезірек айтуға үйретуге болады. PECS көмегімен баланың айналасындағы адамдармен қарым-қатынас қолжетімді болады. Осылайша игерілген ауызша дағдыларды жалпылау мүмкін болады. Кейбір балалар өз ойын сөз арқылы жеткізуде қиындық көреді. Осындай жағдайда альтернативті коммуникация баланың қоршаған ортамен байланыс орнатуына көмектесетін маңызды құрал. Альтернативті коммуникация құралдары: PECS карталар, суреттік кестелер, ым-ишара. Альтернативті коммуникация жалпы сөйлеу тілі дамымаған балаларға арналған қарым-қатынас тәсілдері. PECS карточкалары қандай жағдайда қолданылады? Аутизмі бар балаларға, сөйлеу тілі тежелген балаларға, интеллектуалдық дамуында ерекшелігі бар балаларға тиімді қолданылады. Қазіргі сәтте сөйлеу тілінде кемістігі бар аутизм спектрі сөздік қоры аз балалар өте көп. Сол себепті біз ол балалармен тез қарым-қатынас жасау үшін, жеңіл қарым-қатынас жасау үшін осы PECS карточкаларын қолдана аламыз. Осы PECS карточкалар арқылы біз балалармен қарым-қатынасқа түсуіміз жеңілдейді. Мысалы ретінде, Аяжан, осы PECS карточкалардың ішінен маған сүтті көрсетші. Жарайсың, Аяжан. Аяжан, мына жерде сен сорпа көріп тұрсың бе? Жарайсың. Біз сорпаны немен ішеміз? Қасықпен. Жарайсың. Осы PECS карточкалар арқылы тез маған жауап қайтардың. Аяжан, сен осы PECS карточкалардың ішінен қазір не істегің келіп тұр? Сөмке. Сөмкемен біз не істейміз? Серуендейміз, иә? Жүркеттік екеуміз бірге серуендейік. Арнайы білім беруде альтернативті коммуникацияға қызығушылық артып, кеңінен қолданыла бастады. Вербалды емес қарым-қатынас тәсілдері сөйлемейтін балалармен өзара әрекет жасауда жағымды жағдай жасайды. Альтернативті коммуникация арқылы сөйлемейтін балалар ашық сұрақтарға жауап беруге, өз әрекетін жоспарлауға, қоршаған жағдайда өз қатынасын білдіруге көмектеседі. Альтернативті коммуникацияны тиімді қолдану үшін педагог, маман және ата-ана бірлесе әрекет етуі маңызды. Әр бала қарым-қатынас жасауға құқылы. Альтернативті коммуникация баланың әлеммен байланыс орнатуына ашылған көпір.